Ең бастысы, сен маған жүрекпен сүюді үйреттің. Мен сені ештеңеге қарамастан жақсы көрем. Жохан, керек емес. Мені жүк қып қайтесің, айтшы. Қайдағы жүк? Сен білесің бе, сен менің өмірімдегі кездестірген ең мықты адамдардың бірісің. Жібек, егер қаласаң сенің сүйенішің болам. Болмаса, сенің көздеріңде болуға дайынмын. Мен сені бар жүрегіммен жақсы көрем. Жібек, менің жарым боласың ба? Иә. Келсем. Бақытты олында Шоқан, сен нағыз батырсың. Жібек, сен уже... Сен не жылап атсың ба? Кетші бары қайдады. Мына кәдімгі жылап атсың ба? Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрығымен полиция майоры Қадыров Руслан Болатбекұлы қызметіне қайта тағайындалсын. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. Тағдыр кейде қатал, кейде сыйға толы. Өмірде алдымыздан көптеген қиындықтар кездеседі. Ол қиындықтарды жеңетін біздің шыдамдылығымыз, батылдығымыз және жақсы істеріміз. Сол сәтте ғана біздің шынайы келбетіміз көрінеді. Кейде біздің істеген кішкентай ғана жақсылығымыз біреудің өмірін түбегейлі өзгертуі мүмкін. Біздер Айзыл Групп құрылыс компаниясымен ақылдаса келе, Шоқан Серіков мырзаға және оның отбасына, анасына алғыс айта отыра, қаламыздың орталығынан 3 бөлмелі пәтер сыйлаймыз. Ал, құтты болсын. Рахмет. Мама! Салтыш, қалайсың? Мына саған. Рахмет. Ачо, біздерге квартира жоқ па не? Жас медсестраларға деген бағдарлама онда жоқ па? Ренжіме онда. Жаным мен. Салтыш ба, кешке хабарласам. Жаным. Өмір бізге сан түрлі жол таңдауға мүмкіндік береді. Дұрыс таңдау жасау өзіміздің қолымызда. Әрбір жолдың өз бағдаршамы бар, алдымызда болашақтың таңы бар, жолдың да жаны бар. Ойы таяз ақылы да келді, біреулер де кеш әлде әлі ерте, жол үстінде көңіл